Бәріңе сәлем, сіздермен бірге кинолайық. Бүгін Ден Труда фильміне қысқаша шолу жасаймын. Я только сбежал из тюрьмы, возвращаться туда не собираюсь. Таныс болыңыздар, бұл Адель. Оның Генри деген баласы бар, бірақ ол әкесіз өседі. Оның себебі әкесі басқа қызға үйленіп кеткен болатын. Джеральд әрдайым баласы Генриді өзімен бірге тұруға шақырады, бірақ ол аса келісе бермейді. Өйткені ол анасымен де бақытты өмір сүріп жатады. Өз кезегінде анасы Адель махаббат сезімін өшіріп алған болатын. Енді ол өзін өте жалғыз сезініп жүреді. Жақын арада жаңа оқу жылы басталатын болғандықтан Генри мектепке дайындала бастайды. Бірақ оның шалбары бойы өсіп біткеннен кейін өзінің бойына сыймай қалады. Соны сылтаулатып олар қалаға баруды шешеді. Олар киім алатын жерге келген кезде анасы Генриге бөлек жүре тұруын сұрайды. Генри кітаптарды қарап тұрған кезде оған бір жігіт жақындайды. Оның есімі Фрэнк болады. Ол анасы мені жеткізіп тастайды ма екен деп көмек сұрайды. Олар Адельге келіп көмек сұрайды. Амал болмаған соң ақыры келіседі. Олар үйіне келген кезде Адель кофе ішесің бе деп сұрайды. Кофе дайындап жатып қалтасына пышақ салып алады. Фрэнк Адельге түрмеден қашып келгенін мойындайды. Ол кешке дейін қалғысы келетінін айтады. Өйткені оның аяғы ауырып тұрған болатын. Оның үстіне кешкі пойызды күтуім керек дейді. Осыны естіген соң Адель өзінің отбасына тиіспеуін өтінеді. Сол сәтте телеарнадан қашып кеткен Фрэнк жайлы көрсетіп жатады. Генри Фрэнкті тығып ұстауымыз заңсыз емес пе деп қорқа бастайды. Адель оған бәрі жақсы болады деп жауап береді. Өйткені Фрэнк оларда ұзақ уақыт болмайтынын айтады. Фрэнк оларға егер де біреу келіп қалса, мен сендерді кепілге алған адам сияқты түр жасаймын дейді. Ол үшін Фрэнк Адельді орындыққа байлап қойып, тамақ дайындап, осы отбасын тамақтандырады. Түн жарымда Генри оянып кетіп Адельдің бөлмесіне қарап, анасының ұйықтап жатқанын көреді. Ал Фрэнк ешқайда кетпеген болатын. Таңертеңгісін Фрэнк үйдегі жұмыстарға көмектесе бастайды. Текшені және де көлікті жөндеуден бастайды. Содан соң ол Генриге бейсбол ойынын ойнауға үйретеді. Бірнеше уақыттан соң Адель Фрэнктің жыртылған шалбарын тігіп беруге көмектеседі. Сол сәтте есік қағылғандай болады. Фрэнк Адельді құшақтап ұстап алады. Фрэнк Генриге есікті ашып, үйде жалғыз өзімін деп айт дейді. Есікті ашқан кезде олардың көршісі кеп тұрады. Ол бір шелек шабдалыны тастап кетеді. Сосын Фрэнкке ой келеді. Оларға шабдалыдан жасалған пирог пісіріп берейін дейді. Осы сәттен бастап бір-біріне жақын бола бастайды. Олар пирогты жеп алған соң Фрэнк Адельдің белінен құшақтай бастайды. Адель оның иығына басын қояды. Сол кезде үйдің айналасына полицейлер келе бастайды. Фрэнк оларды көріп, бұл отбасынан кету керек дейді. Бірақ Адель мен Генри оның екеуі тоқтатады. Өйткені оның жарасы әлі жазылмаған болатын. Ertesi күні Фрэнк үйдің жұмыстарына кіріседі. Ол бұл отбасыға өзінің қолынан не келеді соның бәрін жасауға тырысады. Ол әкесінің орнына әке бола бастайды. Адельге деген құрметі де ерекше болады. Адель Генриге дүкенге барып келу деп жібереді. Ол дүкеннен Элеонора деген қызды көріп қалады. Ол қыз жақын арада ғана басқа қалаға көшіп кеткен қыз болатын. Ол үйге келген соң үйдің есігін ішінен ілуге ұмытып кетеді. Олардың көршісі Эвалина қонаққа кеп қалады. Ол бұлардың үйіне баласын қалдырып кетуге келеді. Өйткені оған бір жерге барып келу керек болады. Адель одан бас тартуға тырысады. Бірақ Эвалина оны келісуге тырысады. Фрэнк оларды үйдің артында ойын ойнап көңіл көтеруге шақырады. Фрэнк Адельге допты қалай соғу керектігін үйретеді. Кешкі жаңалықтан қашып кеткен Фрэнкті көршісі беретін болады. Көршісі Эвали келген соң, оның баласы бұл үйде қашып кеткен қылмыскер бар екенін айтқысы келеді. Фрэнк Адельге Канадаға көшейік дейді. Келесі таңда олар Генриге кітапханаға барып, Канада жайлы кітапты алып келуін өтінеді. Генри ол жерден дүкендегі Элеонораны кездестіріп қалады. Элеонора Генриге өзінің анасы жігіттермен кездессе, мені қыдырып кел деп жібере береді дейді. Генри де өзінің оқиғасын айта бастайды. Элеонора тыңдап болған соң Фрэнктен құтылу керек дейді. Үйге келген соң Генри мазасы болмай қалады. Ал газеттен Фрэнктің қайда екенін айтқан адамға $10,000 беретіні жазылғанды оқып қалады. Кешкісін оның әкесі кафеге алып кетеді. Ол үйіне келген соң Адель мен Фрэнктің бірге билеп жүргенін көреді. Адель баласына Канадаға көшетінін айтады. Ол жақтан бәрін жаңадан бастаймыз дейді. Осыны естіген соң Генри өзін тастап кетеді екен деп ойлап қалады. Бірақ Адель ешқашан олай жасамаймын деп уәде береді. Және оған мектепке бармай-ақ қойсаң болады дейді.
Ертеңінде олар заттарын жинай бастайды. Фрэнк отбасылық альбомды тауып алады. Сосын Генриге кішкене демалып кел дейді. Ол Элеонорамен кездесіп, басына не өтіп жатқанын бәрін айтып береді. Қоштасар кезде Элеонора ерінен сүйіп алады. Ал екеуі зат жинап жатқан кезде Адель Фрэнктің жарасын уайымдап кетеді. Олар жараны көріп, дәріханаға барып келгісі келеді. Көлікте отқанда Адель өмірінен өткенін бәрін айтып береді. Генри туылған соң олар тағы бір баланы туғысы келеді, бірақ олардан ештеңе шықпай қояды. Адель баласын түсіріп алады. Соның кесірінен күйеуі басқа бір ұл тауып беретін әйел керек деп кетіп қалған болатын дейді. Ол Фрэнкке отбасылық өмір сыйлай алмайтынын айтады. Бірақ Фрэнк оған сыйлап қойғансың дейді. Фрэнк те жас кезінде әскери адам болған. Оның да дәл осындай отбасы болғанын айтады. Bir күні ол әйелінен баласының біреуі Фрэнктің емес екенін айтады. Ашуланып әйелін итеріп жіберген соң, ол басын ұрып, сол жерде қайтыс болып кетеді. Ертесі күні Генри әкесіне көшетіндер туралы хат жібереді. Жолда келе жатқанда полицей келіп, үйіне дейін жеткізіп тастайын дейді. Не стоит, правда. Мне что, арестовать тебя? Үйіне келген соң полицей бұл заттарды не үшін жинап жатқандарын сұрайды. Адель оған тек қана үйдің ішіне тазалық жасап жатырмын деп жауап береді. Оларды үйдің ішіне Фрэнк көріп тұрады. Артынан полицей бөлмеге кіріп келеді. Ол тек заттарды тасуға көмектесіп жібереді. Адель баласымен банкке кеткен кезде Фрэнк үйдің шамын ауыстырып жатқанда үйге көрші әйел келіп қалады. Бір-біріне қарап аң-таң болып қалады. Фрэнк оған жақындап, тек мен шақырду арқылы көмекке келдім дейді. Сол кезде Адель баласымен үйіне кеп қалады. Фрэнк өзін біреу сатып бергенін сезіп қояды. Фрэнк оларды үстелге тағы да байлап қойып, енді шамамен 20 жылдан соң ғана кездесетін шығармыз дейді. Фрэнкті полицейлер қамауға алып кетеді. Бірнеше уақыттан соң Адель прокуратураға келіп, Фрэнктің жазасын жеңілдетуін сұрайды. Оның бізге ешқандай зиян тиген жоқ дейді. Ал бірақ Адельді Генридің анасы болудан айырып тастауды да мүмкін екенін айтады. Ал Фрэнк тағы 10 жылға қамайды. Генри әкесімен тұра бастайды. Арасында анасына қонаққа барып тұрады. Біраз жылдан соң Генри бейсбол командасында ойын көрсететін болады. Өзіне қыз тауып алады. Соның арасында Фрэнк не үйретіп кетті, соның бәрін есіне алып анасына көмектеседі. Ол өзінше кішігірім асхана ашады. Ол да Фрэнктің үйреткені болатын. Ал оның шабдалдан жасалған пирогы ең дәмді хит пирог болады. Bir күні Фрэнктен хат келеді. Ол жақын арада бостандыққа шығатынын жазады. Олар тек қана бақытты ғұмыр кешеміз деп жазылған. Уақыт өткен соң Адель Фрэнкті күтіп алуға келеді. Фрэнк түрмеден босап шығады. Осымен фильм бітеді.